Күздің мұңлы кеші еді. Терезеге тырсылдай соққан жаңбыр тамшылары Алматы аспанының да бір ауыр сырды ішіне бүгіп тұрғанын аңғартқандай. Қала шамдары жылтырап көрінгенімен Даниярдың көңілінде қараңғылық қоюлана түскен. Ол жалғыз отыр. Алдында ескі ағаш үстел. Үстінде сарғайған бір хат. Бұл хат бүгін ғана келген. Бірақ оның иісі біртүрлі таныс. Уақыттың иісі секілді. Ұмыт болған естеліктің көлеңкесіндей. Данияр конвертті баяу ашты. Ішіндегі қағазға көз жүгірткен сәтте жүрегі шым ете қалды. Сен бәрін ұмыттым деп ойлайсың ба? Жолдар қысқа, бірақ салмағы ауыр. Ол қабағын түйіп хатты қайта оқыды. Әр әрпі анық, таныс жазу үлгісінде жазылған. Қолтаңба иә, бұл өзінікі. Данияр орнынан атып тұрды. Бұл мүмкін емес деп сыбырлады ол. Жедел жәшікті ақтара бастады. Ескі дәптерлер, құжаттар ақыры бір қойын дәптерді тауып алды. Парақтарын асығыс аша бастады. Және сол сәтте жүрегі тоқтап қалғандай болды. Дәптердегі жазу мен хаттағы жазу айна қатесіз бірдей еді. Бірдей ерім, бірдей сызық. Бұл оның өз қолы. Бірақ ол мұндай хат жазғанын есіне түсіре алмады. Сыртта жаңбыр үдей түсті. Терезеге соғылған әр тамшы бір белгі бергендей. Ал Даниярдың санасында бір ғана сұрақ жаңғырып тұрды. Егер бұл хатты мен жазсам, онда мен өзімнен нені жасырып жүрмін? Үн тереңдеген сайын Алматы да тына бастағандай еді, бірақ Даниярдың ойы тынышталмады. Хаттағы жазу өзінікі. Бұл шындық. Одан қашып құтыла алмайды. Ол қойын дәптерді қайта-қайта ақтара берді. Бір сәтте ортасынан жыртылған беттердің ізі көзге түсті. Жыртылған. Дәл сол жерден бірдеңе жоғалған. Жүрегі су ете қалды. Данияр дәптердің соңғы беттерін қарады. Сол жерде көмескі ғана із қалған, сиясы өше бастаған сөйлемдер. Егер мен ұмытсам, хаттарды оқы. Ол орнынан тұрып бөлмені шарлай бастады. Санасында бір елес шылт ете түсті. Ақ халатты адамдар. Суық жарық. Дауыстар. Оған тыныштық керек. Кейбір естеліктерді өшірген дұрыс. Данияр басын ұстай алды. Жоқ. Бірақ естелік үзік-үзік болса да қайта орала бастады. Аурухана. Иә, ол бір кезде сол жерде болған. Жазылмаған жара, жан жарасы. Біреулер оған опасыздық жасаған. Сол үшін ол бірдеңе істеген. Данияр күрсініп үстелге қайта отырды. Хатты қолына алды. Бұл жай еске салу емес. Бұл бастама. Кенет есік қоңырауы сылдыр етті. Түн ортасында Данияр абайлап барып есікті ашты. Есіктің алдында ешкім жоқ. Тек табалдырықта тағы бір конверт жатыр. Ол баяу еңкейіп хатты алды. Бұл жолы конверттің сыртында бір ғана сөз жазылған. Екінші. Ал Даниярдың жүрегі енді шын қорқынышты сезіне бастады. Түн одан әрі қоюлана түсті. Алматы көшелері босап, тек анда-санда өткен көліктің жарығы ғана терезеден сырғып өтеді. Ал Данияр үшін уақыт мүлде тоқтап қалғандай. Ол екінші хатты ашты. Қолдары дірілдейді. Сен оларды кешіргің келді. Бірақ шындықты көтере алмадың. Кеудесі қысылып кетті. Көз алдында тағы да әлгі көмескі көріністер жандана бастады. Кабинет. Ақ қабырға. Алдында отырған адам. Психолог. Сен өзіңді қорғау үшін ұмытуды таңдадың деген жұмсақ дауыс. Жоқ, мен тек тыныштық қаладым деген өзінің әлсіз үні. Данияр көзін ашып жіберді. Демек мен бәрін өзім өшірттім бе? Хаттағы сөздер жүрегіне шаншудай қадалып жатыр. Ол асығыс дәптерді қайта қолға алды. Жыртылған беттердің орны бос тұр. Бірақ бір нәрсе анық еді, ол бұрын бәрін білген. Және сол білімнен қашқан. Кенет тағы бір есік қоңырауы. Бұл жолы дыбыс анық, ұзақ. Данияр есікті ашуға асықты. Бірақ тағы да ешкім жоқ. Тек үшінші хат. Үшінші. Ол бір сәт кідірді. Жүрегі тарсылдап соғып тұр. Бұл хатты ашса, бәрі белгілі болатынын сезеді. Бірақ ашпаса, бұл белгісіздік оны жеп қояды.
Данияр көзін жұмып конвертті баяу ашты. Ішіндегі жолдар бұрынғысынан да ауыр еді. Сен кек алдың. Бірақ бұл әділет емес еді. Ол селк ете қалды. Жоқ, бұл мүмкін емес. Бірақ дәл сол сәтте санасында жарқ еткен көрініс бәрін өзгертті. Қараңғы көше. Айқай. Біреудің дауысы. Данияр, тоқта. Және қолындағы бір ауыр зат. Сосын үнсіздік. Данияр кейін шегініп қабырғаға сүйенді. Тынысы тарылып кетті. Мен не істедім? Хат оның қолынан сусып түсті. Ал шындық. Енді толық ашылуға бір қадам ғана қалған еді. Таң бозарып атып келе жатты. Алматы аспаны баяу ғана жарыққа толып, түннің ауыр тынысын ысырып бара жатқандай. Бірақ Даниярдың ішінде әлі де қараңғылық қою еді. Үшінші хаттың салмағы оны жаншып тұрған. Сен кек алдың. Бұл сөздер санасында қайта-қайта жаңғырып тұр. Ол орындыққа баяу отырып бетін алақанымен басты. Енді бәрінен қашып құтыла алмайтынын түсінді. Шындық жақын. Тым жақын. Сол сәтте тағы да иесі қоңырауы. Бұл жолы Данияр асықпады. Баяу тұрды. Әр қадамы ауыр. Есікті ашты. Тағы да ешкім жоқ. Тек соңғы хат. Конверттің сыртында. Соңғы. Ол хатты ұзақ уақыт ашпай ұстап тұрды. Саусақтары қалтырап кеткен. Бұл ақиқаттың соңғы шегі екенін сезеді. Ақыры терең дем алып конвертті ашты. Ішіндегі жазу анық. Қатал, аяусыз. Сен оларды жазаладың. Сен өзіңді әділет орнаттым деп сендірдің. Бірақ шындық, сен ашумен әрекет еттің. Сол түні бір адам қаза тапты. Даниярдың тынысы үзіліп кеткендей болды. Көз алдында бәрі анық көріне бастады. Сол түн. Опасыздық. Ең жақын адамдардың сатқындығы. Ашу. Және бақылаудан шыққан бір сәт. Мен өлтірдім бе? Дауысы әрең шықты. Жауап хатта тұр еді. Иә. Көзінен жас ыршып кетті. Бөлме іші тым тар, тым суық болып кеткендей. Бірақ хат әлі аяқталмаған еді. Сен бұл шындықпен өмір сүре алмадың. Сондықтан өзіңді құтқару үшін бәрін ұмыттың. Бұл хаттарды да өзің жаздың. Өзіңе. Данияр селк ете қалды. Өзіме. Бір күні шындыққа дайын боласың деп сендің. Міне, сол күн келді. Қолындағы қағаз дірілдеп тұр. Соңғы жол. Енді таңда, тағы да ұмытасың ба әлде, жауапкершілікті қабылдайсың ба? Ұзақ үнсіздік орнады. Терезеден күннің алғашқы сәулесі түсті. Жарық. Таза су, шын. Данияр көзін жұмды. Бұл жолы қашу жоқ. Ол баяу орнынан тұрып үстел үстіндегі телефонды алды. Бір сәтке тоқтады. Сосын нөмір терді. Алла, полиция ма? Дауысы тыныш. Бірақ нық. Мен мойындағым келе. Сыртта қала оянып жатты. Ал Данияр үшін енді бәрі жаңадан басталатын еді. Кейде ең ауыр жаза. Өзіңмен бірге өмір сүру. Ал ең шынайы кек. Ақиқаттан қашпау.